Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Біз бүгін өте дәмді холодец дайындайтын боламыз. Ол үшін мен сиыр малының бас құйқа етін пайдаландым. Менің алған етім 1,5-2 килограммның көлемінде. Ең алдымен етімізді тазалап, суға салып қайнатамыз. Суымызды кастрюльге мол етіп құямыз, ет батып тұру керек болады. Одан соң қайнағаннан кейін көбігін алып тазартып отырамыз. Ет менде 4 сағат қайнады. Егер ірі малдың, кәрілеу малдың еті болатын болса, онда 6-7 сағатқа дейін қайнатасыздар. Менде жас малдың еті болғандықтан 4 сағат қайнаттым. Ет өте жұмсақ болып пісті. Одан соң мен етті алып, сүйегінен ажыратып, ұсақтап турап алдым. Өте майдалап, ұсақтап турап алдым. Сорпаны сүзгенен өткізіп тазалап аламыз. Одан соң сорпаға туралған етімізді саламыз. Одан кейін сәбіз, пияз, чеснок турап саламыз. Сонымен бірге тоз, бұрыш, дәмдеуіштер саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген дәмдеуіш салсаңыздар болады. Одан кейін тағы да бір 10 минуттай қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін осындай қалыптар дайындап, кез келген қалыпқа салсаңыздар болады. Өздеріңізге қандай қалып ыңғайлы, ыдыстарға құйсаңыздар да болады. Кішірек тарелкаларға құйып қатырсаңыздар да болады. Мен осындай силиконовый формаларды алдым, және де пластиковый қорапшаларды алып соларға құйдым. Осылайша холодильникте қатырып аламыз, немесе морозильникке салып қатырсаңыздар да болады. Осы дайын болған холодецті холодильникте, морозильникте сақтай берсеңіздер болады. Мінекей осындай өте дәмді, өте тойымды, әдемі, дастарханға қоюға да әдемі осындай холодецтер дайын болып шықты. Егер менің рецептім сіздерге ұнап жатса, үлпіл басып, пікір жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Қоңыраушаны баса отырыңыздар. Келесіде тағы да салған видеоларды жоғалтып алмай, тезірек көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.